Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен қысқа арнап шиеден компот жабатын боламыз. Ол үшін бізге шие қажет болады және қақпақтарды осындай ыстық суға салып қоятын боламын және 3 литрлік банка қажет болады. Банкаларымызды осындай етіп парлап алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұру қажет. Көз мөлшермен шиені бөліп салатын боламыз банкаларымызға. Бұл жерде мен 2 келі шие қолдандым. Осылай салып болғаннан кейін бетіне ыстық су құйып жауып қоятын боламыз. Суыңыз міндетті түрде қайнап тұру қажет. Осыны ескеріңіздер. Суымызды құйып болғаннан кейін бетіне қақпақтарды жауып 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. 20 минут көлемінде уақытымыз өтті. Енді осы тұрған банкідегі суымызды кастрюлемізге құйып алатын боламыз. Үш литр банкаға 250 грамм секер қосатын боламын. Бір банкадан осындай кастрюльге құйып қайнатып алатын боламын. Секерімізді жақсылап араластырып жібереміз. Сироптың қайнауын күтеміз. Сироп қайнап бастап жатырған сәтте осы кері банкаларымызға құйып жабатын боламыз. Сироптарымыз қайнады. Енді манағы банкілеріміздің үстіне құйып толтырып құйыңыздар. Жартылай болып қалады, әйтпесе барынша суын молынан осындай етіп толтырып құйсаңыздар болады. Бетіндегі көбікті қасықтың көмегімен алып тастаймын. Содан кейін қақпағын жауып шамалы қоя тұрамын. Себебі ішіндегі ауасының бәрі шығып кетуі үшін. Мінекей, ауасының бәрі толық шығып болды. Енді банкамызды жауа берсек болады. Мен осындай закрывалканың көмегіне жүгінемін. Өзіме өте ыңғайлы осы закрывалка. Енді банканы төңкере отырып, құрғақ немесе суы екенін тексеретін боламыз. Егер суы ағып тұрса, қайтадан жауып алсаңыздар болады. Екінші банкымызды дәл солай басып алатын боламыз. Достар, егер менің арнам сіздерге ұнап жатырса, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі менің арнамды 80% тіркелмеген оқырмандар қарайды екен. Егер достар осы әдісті пайдалана отырып қыстық компоттарыңызды жабатын болсаңыздар, 100% сенімділікпен жаба берсеңіздер болады. Мінекей, енді осындай плетке орап 1 сутка қалдырамыз. Мінекей, компоттарымыз дайын. Енді қысқа арнап сақтай берсек те болады. Бұл менің екінші банка жабу әдісім. Егер бірінші тәсілді көргілеріңіз келсе, төменде сілтемесін қалдыратын боламын. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.